Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге творожный пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пирогымыздың қамыры үшін құрғақ ыдысқа үккіден өткен ұн және тоңазытқышта тұрған сары майды салып, майды ұнға ауната отырып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткен ұнымыз видеода көрсетілгендей песочный болып тұруы қажет. Сонан соң ұнымызға шекер, қопсытқыш, жұмыртқа қосып жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыз өте жұмсақ және қолға жабыспауы қажет. Сонан соң қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз, өзімізге оңай болу үшін. Формамызды дайындап, қамырымызды бір бөлігін астына, бір бөлігін қабырғасына видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Мендегі форма 28 дециметрлі, яғни ең үлкен көлемдегі форма. Сізде 24-26 дециметрлі формаға жасасаңыздар, пирогтарыңыз биік болып піседі. Қамырымызды формаға орналастырып алғаннан кейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге майлылығы аз сүзбе, шекер, жұмыртқа және қаймақ қосып, қол блендерімен жақсылап араластырып аламыз. Егер де сіздерде қол блендері болмаған жағдайда, шанышқымен немесе миксермен араластырып алсаңыздар болады. Дайын болған салмамызды формамызға құйып, өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдік үшін жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Сонан соң пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 минутта 170-180 градуста пісіріп аламыз. Пештің температурасы сіздерде әртүрлі болғандықтан бақылап отырғандарыңыз жөн. Творожный пирогымыз дайын. Пирогты ыстық күйінде бірден формадан алуға, кесуге болмайды. Сүзбе толық қатуы қажет. Пирогымыз өте жұмсақ және өте дәмді болып шықты. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Аружан, Тәтті әлем каналы.